Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай вишневый штрудельдің рецептімен бөлісемін. Бұл штрудельде шие және де грек жаңғағы қосылған, сондықтан дәмі ерекше. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ингредиент ол қамырына ұн, су және сұйық май қажет болады. Тек қана осы үш ингредиент. Осы үш ингредиентті біз қазір араластырамыз. Барлығын ұнға осылай құямыз да жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қоспаймыз, себебі ішінде сұйық май болғандықтан сондай бір қолға жабыспайтын, эластичный дейді ғой, сондай бізде қамыр шығады. Осылай илейміз, ол бір комочек болып бір жерге жиналады. Осындай болады, және үстелімізге кішкене қамырымызды илеп жібереміз. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді осыны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін начинкасын, салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге шие, крахмал керек, қант керек және грек жаңғағы керек. Шие менде қатырылған. Алдын ала оның сұйықтығын ертіп, сұйықтығын алып алдым. Енді осының үстіне қант, кукурузды крахмал және осыны грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағын алдын ала қуырып алдым. Құрақ табада өте қатты үгітпейміз грек жаңғағын. Осылай барлығын араластырамыз. Енді үстелімізге кішкене сұйық майдан құйып, қамырымызды алып жая бастаймыз. Алдымен оқтаумен жайып, содан кейін қолмен көмектессеңіздер болады. Қамырымыз сондай бір жұп-жұқа, жабыспайтын қамыр болу қажет. Максимально жұқа болу керек. Оқтаумен жайып аламыз. Біз астына май жақтық, сондықтан қамырымыз жабыспайды. Жайлап, жыртып алмай, осылай жайып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Астынан даже үстелдің суреті көрініп тұр. Енді осыны үстіне біздің салмамызды саламыз. Шиені сіздер көбірек алсаңыздар да болады. Менде бұл жерде 150 грамм шие, 300 грамм, 400 грамм алсаңыздар да болады. Шетін кесіп аламыз, қисық жерін. Енді осыны жайлап орап бастаймыз. Екі шетінен астынан үстіне осындай орын қалдырамыз. Осы біздің штруделімізді бекіту үшін. Енді осыны противенге салып, үстіне жұмыртқа жағып, немесе жұмыртқаның сарысын жағып, бұны 220 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Некей разрезі осындай болады. Негізі бұны сливкиді соғып, балмұздақ сияқты қылып берулеріңізге де болады. Осылай үстіне қантын сепсеңіздер де болады. Дәмі өте ерекше. Міндетті түрде грек жаңғағын қуырып алыңыздар, сонда дәмі деген керемет болады десем де болады. Және де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.